Ассаляму алейкум, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сникерс тортын дайындаймыз. Өте дәмді және өте оңай жасалынады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіз. Бисквитін дайындау үшін жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Ағына қанттың жарты бөлігін салып, миксердің көмегімен 2 есе ұлғайғанша араластырамыз. Міне массамыз осылай 2 есеге ұлғайды, өз-өзін ұстайтындай масса болу керек. Қалған қантты сары уызға салып, тағы да ағарғанша миксермен араластырамыз. Міне массамыз дайын. Енді ыстық сүтті бірден құйып, миксермен бір араластырып аламыз. Одан кейін сұйық майды құямыз, бір араластырып аламыз. Ұн, қамыр қопсытқыш, какао ұнтағын електен өткізіп қосамыз. Миксердің көмегімен қамыр біркелкі болғанша араластырамыз. Осы қамырға ақуыздың жарты бөлігін қосып, астыдан үстіге қарай массамызды басып алмай араластырамыз. Одан кейін екінші бөлігін қосып, астан үстіге қарай араластырамыз. Жиырма 22 диаметрлік формамыздың астына фольга немесе пергамент қағазын төсеп, қамырымызды құйып, 160 градусты қызып тұрған пеште шамамен 55 минуттай пісіріп аламыз. Немесе пештеріңіз осындай биік бисквитті жақсы пісірмесе, 3 бөліп пісіріп алсаңыздар болады. Толық суығаннан кейін барып, формасынан босатамыз. Бисквитті теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Сникерс тортына карамель дайындасаңыздар болады. Немесе оңай жолын таңдадым. Вареный сгущенкаға арахис саламыз. Мен осындай Дептің вареный сгущенкасын қолданамын. Өте дәмді. Кез келген қуырылған арахисті салып араластырамыз. Творожный сырға қантты ұнтақты қосып, миксермен біркелкі масса болғанша араластырамыз.
салқын кілегейді құйып, миксермен қою крем болғанша араластырамыз. Міне осындай крем шығады. Одан кейін тортымызды жинай бастаймыз. Назар аударыңыздар, қараңыздар. Торттың, яғни бисквиттің диаметрімен бірдей подложканы алып, үлкен подложканы үстіне қойдым. Енді кольцомызды кигізіп, тортымызды жинаймыз. Кремді 2 теңдей бөлікке бөлдім. Одан кейін кішкене ғана кремнен алып қаламын. Бір лопатка алып қалсаңыздар да болады. Кондитерлік 2 қалташаға кремді салып алдым. Міне видеодағындай бірінші крем жағамыз. Одан кейін ортасына салмамызды 2-ге бөліп, жарты бөлігін ортасына салып, кішкене тегістеп жереміз де, үстіне екінші бисквитімізді қоямыз. Тағы да екінші кондитерлік қалташадағы кремді құйып жағамыз. Екінші бөлік салмамызды ортасына салып, кішкене тегістейміз. Астыңғы бөлік бисквитті осылай аударып, үстіне орналастырамыз. Қалған кішкене алып қалған кремді тегістеп жағамыз. Жиналған тортты 5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Одан кейін ганашын дайындаймыз. Шоколадқа сұйық майды құйып, микроволновкада ертіп аламыз, немесе водяная баняда ертіп алсаңыздар болады. Жақсылап араластырамыз. Туралған арахисті салып, тағы бір араластырып аламыз. Осымен ганашымыз дайын. Үлкен тәрелкенің бетін пищевой пленкамен жауып, үстіне тор қоямыз. Ол пештің ішіндегі тор болса да болады. Астыңғы кішкентай подложкасымен бірге тортты қойып, ганашты бірден құйып, тегістейміз. Осылайша видеодағындай торттың сыртын ганашпен қаптаймыз. Осылай кішкентай подложкасымен алып, үлкеніне қойсақ болады, немесе астыңғы кішкентай подложкасын алып тастасаңыздар да болады. Қараңыздар, өте ыңғайлы. 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып аламыз тортты. Одан кейін барып кесіп жей берсеңіздер болады. Өте дәмді, оңай жолы. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер карамельдің видео рецептімен бөліссін десеңіздер, пікірге өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған Балжан Канафина, лүпіл басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.